Бәріміз Шрек мультфильмін көрген шығармыз. Сол Шрек мультфильмнің қорқынышты және миға қонымсыз нұсқаларын көрдіңіз бе? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Абай Қой арнасы. Бүгін сіздерге Шрек мультфильмнің қорқынышты және миға қонымсыз нұсқасын айтатын боламын. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше мен бастаймын. Бірінші нұсқасы күлкілі болып көрінгенімен істеген іс-әрекеті миға қонымсыз. Бұны кішкентай балалар қалай қарайды? Мультфильм басы Шректің палатада отырғанымен басталады. Кадр Шректің тамағына ауысады. Есіктен осел кіріп келеді де іш ауыртатын дәріні тамағына қосып жібереді. Иісі Шректің мұрнына жетіп, тамақты жейді, жегенде де жағымсыз жейді. Сосын әрине іш ауырады. Содан соң жерге құлайды. Сосын қасына осел келіп, басын жеп қояды. Сосын бір түрлі сцена болады. Осылай бірінші анимация аяқталады. Екінші қорқынышты анимацияның басы бір батырдың сарайға келуімен басталады. Сарайдың ішін қарап жүргенде өлген, бөлшектелген адамдарды көп байқайды. Бір кезде артынан бір дауыс шығады. Батыр сол дауысқа алай бет алады. Есікке кіргенде ханшайым Фионаны көріп құтқаруға келгенін айтады. Сол кезде Фиона оған алғысын білдіріп, құбыжыққа айналып кетеді. Батыр Фионаның құбыжыққа айналғанын көріп қашып кетеді. Батыр жерге құлайды. Сол кезде құбыжық артынан келеді. Бірақ оны жемейді. Себебі алдында бөлшектелген адам жатады. Соны ғана жейді. Бірақ батыр қозғалып қояды. Сол кезде оны да ана өмірге аттандырады. Бар ақпараттармен бүгінгі видеоны аяқтаймын достар. Лайк басып, арнаға тіркеліп, келесіде видеоны бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Абай Қой арнасы. Сау болыңыз.